Кешар қадірлі көрермен, эфирде уәде жобасы, сіздермен Ерболат Мұхамеджан. Уәде жобасының негізгі мақсаты үкімет мүшелері, әкімдер, квазимемлекеттік мекемелер басшыларының, сонымен қатар депутаттардың халыққа берген уәдесі мен президент тапсырмаларының орындалу барысы бойынша сұрақтарға жауаптар алу, әрі нақты түсіндіру. Бірақ біз бүгін елімізде діни мәселелердің бар екенін білеміз, сонымен қатар дін саласының дамып келе жатқанын білеміз. Уәденің бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы. Қош келдіңіз, Наурызбай мырза. Қош келдіңіз, рахмет. Наурызбай мырза, сіз ең алғаш мүфти болып келгеніңіз кезіңіз есіңізде ғой, иә? Әрине. Пандемияға тура түскен болатынсыз, қателеспесем. Пандемия уақытына, иә? Ковид уақытына. Сол кезде қандай қиыншылықтар болды сіз үшін? Қалай, мысалы, егердіңіздер сол моментте? Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мадақ, мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Сүйікті пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Алла нәсіп етіп, әрине тағдырға жазған бір дүниенің бірі біздің сол 2020 жылы 7 ақпан күні Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылтайы өтіп, сол құрылтайда мені осы лауазымға сайлаған болатын біздің елдің имамдары, жалпы елден келген делегаттар. Осы сайлаудан кейін әрине біз муфтият ұжымымен, біздің өзіміздің әріптестерімізбен ақылдасып, алдағы жұмыстарымызды пысықтап, жоспарлы түрде жұмысымызға кірістік. Дегенмен әрине ол жылдар өте үлкен сынақ жылдар болды біздің еліміз үшін. Соның бірі мынау үлкен пандемияның, әлемдік пандемияның келуі біздің де жұмысымызға әрине өзіндік қиындықтарын алып келді. Соның бірі мешіттерді жабуға тура келді. Өйткені ол кезде баршамызға белгілі, көшеде жүру және басқа қоғамдық орындарда болудың көбі өзі сіз мешіт есігі жабылғанымен сауап есігі жабылмайды деген үндеу тастағаныңыз есімізде. Иә. Сол уақытта біз енді халқымызды сабырға шақырып, Аллаға шүкір, біздің дінімізде жалпы жағдаяттардың барлығына әрбір сұраққа, әрбір қиындыққа жауап бар деп айтуға болады. Өйткені пандемия ол тек қана біздің уақытта емес, бұрындарда болған біздің тарихтан белгілі. Сол кездердегі біздің діндарлар, біздің дін ғалымдары қандай шешімдер қабылданғаны бізге белгілі. Соның бірі Абай атамыздың өзі кезінде індет болған кезде сол елдегі, сол уақыттағы молдаларға айтып, жамағат намазына қатысты шектеулер, жиын садақалардың шектеу болуы айтылғаны баршамызға белгілі. Соны біз негізге ала отырып, уақытша мешітті жаба тұрайық дегенмен, мешіт есігі жабылғанменен қайырымдылықтың, жақсылықтың есігі жабылмайды. Біз ары қарай елімізге жақсылығымызды жасай берейік деп үндеу тастап, сонымен жұмысымызды жалғастырдық. Әрине ол қандай қайырымдылық дейтін болсақ, Аллаға шүкір, мұсылман жамағаты бізде көп қой. Оның ішінде белді азаматтар бар, соларды ұйымдастыру арқылы азық-түлікпен жаңағыдай қолдау білдірдік елімізге. Сондай-ақ ол кезде әртүрлі нелер болатын, қалаға кіре беріс жерде, шыға беріс жерінде арнайы қызмет, медициналық қызмет болсын, құқық қорғау органдарының қызметкерлері тұрып, жалпы қаланы күзетіп тұрды. Сол кезде біз оларға дейін барынша азық-түліктермен, тамақтармен оларды қолдауға қолымыздан келгенше көмек жасадық. Сондай-ақ маскалар дейміз, ол кезде маскалар, антисептик дейміз, сондай дүниелерді жинап тарату, және сол кезде тыныс алу аппараттары жетіспей жатты. Оларды алып беріп, ауруханаларға, жекелеген үйлерге барымызша қолдауға тырыстық. Қиын кезеңдер деп отырған, мысалға, енді сол кезде жалпы кәсіби жұмыс болсын, офлайннан онлайнға ауысып кетті ғой. Енді жұма намазды, мысалы, біраз уақытқа, барлығы дерлік. Кейін, мысалы, көп азаматтардан естиміз, жалпы басқа салаларда, мысалға, онлайнға өтіп кеткен кезде офлайнға қайтару қиын болып, кейбір заттар онлайн болып жұмыс жасалады. Сол сияқты, мысалға, сіздер енді біраз уақытқа дейін мешіттің есігі уақытша жабық болды ғой. Яғни қайта келушілердің санын қалай арттырдыңыздар?
немесе қандай да бір мүфтият тарапынан қандай да бір қадамдар жасадыңыздар ма, шешімдер қабылдадыңыздар ма? Дұрыс. Әрине, бұл жерде енді біз жаңа қайырымдылықты біраз сөз етіп кеттік қой. Енді жалпы жұмыстың бағыттары әртүрлі. Соның бірі мешіттегі имамдар мешіттен жалақы алады. Сонымен ол өздері және отбасы күнелтеді ғой. Әрине, пандемия кезде мешіт жабылғаннан кейін имамдардың жалақысы тоқтайды. Өйткені қаражат жоқ қой оларға беріледі. Осы жағдайды біз ескере келе, сол уақыттарда сол демеушілерді тарту арқылы имамдарымызды ұстап қалуға әрекет жасап, олардың жалақысын беріп тұруға қолымыздан келгенше жұмыс жасадық. Сондай-ақ халық енді ол кезде үрейленіп қалды, садақа бергісі келеді, бірақ мешітке бара алмайды. Дұға оқысы келеді, мешітке бара алмайды. Сол кезде біз онлайн платформаларды арнайы ұйымдастыру арқылы, яғни садақалардың өзін онлайн жасау. Және сол берген адамдардың садақасының енді баташ жасау керек, бізде қалыптасқан дәстүр бар. Соларды ұйымдастыру үшін Тікелей мешітке түсетіндей қылып, әр сағат сайын мешіттен тікелей онлайн трансляция жасап, мешітте имамдар, кезекте отырған имамдар Құран оқып, батасын беріп отырды. Сонда мынау қашықтықтан ұйымдастырылған әртүрлі платформалар арқылы халық садақасын берді, және имамдар тікелей эфирден Құранын оқып, батасын жасап отырды. Осындай дүниелер. Сондай-ақ одан кейін құрбан айты келіп қалды. Бізде құрбан айт болған кезде енді адамдар құрбандық шалу керек. Шалғысы келеді, бірақ мүмкіндіктер жоқ. Тыйым болды көп дүниелерде. Сонда біз онлайн құрбандықты бастадық. Әрине, бірінші кезде ол құлаққа бұрын естімеген дүние болғаннан кейін кейбір адамдар онлайн құрбандық бола ма деп те сын айтып жатты. Әрине, шариғатта өкілдік құрбандық деген бар. Яғни бір адам өз құрбандық шалуға шамасы келмесе, яғни шамасы келмегенде қалай? Уақыты жоқ, бара алмайды. Бір адамды өкіл етіп, сенімді бір кісіге беріп, менің атымнан құрбандық шалсаңыз деп, оған қаражатын беріп, бір адам оның атынан құрбандық шалу біздің шариғатымызда бар дүние. Осы біз шариғаттағы негізді ала отырып, онлайн құрбандық ұйымдастырдық. Яғни қашықтықтан құрбандық шалу. Арнайы жол біздің жаңағы, не дейміз ғой, еріктілер топы құрастырылып, арнайы малдардың сатып алынуы, оны жаңадай құрбандыққа шалыну, және сондай-ақ сол құрбандықты мұқтаждарға үлестіру керек енді. Біз жергілікті әкімдіктермен бірлесе отырып, сол мұқтаж жандардың тізімін алып, барынша құрбандықты да біз тоқтатпадық індет уақытында. Яғни құрбандықтар шалынды, мұқтаждарға оның еттері таратылды. Бұл жердегі бір ерекшелік, сол көпшілік адамдар, енді жағдайы келген адамдар ол құрбандықты өздері алмай, толықтай мұқтаждарға таратуды өтінгендер көпшілігі солай болды. Сондықтан шалынған құрбандықтар, Аллаға шүкір, жүздеген, мыңдаған адамдарға республика бойынша еттері таратылып, осындай қолдау білдірді. Сондай-ақ ораза кезі келген кезде адамдар ауызашар бергісі келеді. Енді біз қазақ деген осы ас беруге өте біз бейімбіз, соны күтеміз, соны жасауға әрқашан қуанышпен жасаймыз. Қазақ жалпы сондай халықпыз ғой. Мал сою, ас беру, дастархан, шай беру деген бізде дәстүр керемет. Сондықтан осы жағдайды біз ойлай келе, қашықтықтан ауызашар, яғни бір кісілер арнайы себеттерді, азық-түлік себеттерін дайырлап, оны үйлерге таратуға кірістік. Яғни бұл да еріктілердің қолдауымен, көмегімен жасалды. Ораза кездегі пітір садақалардың берілуі, және ауызашарларды себеттер арқылы таратуы, құрбандық кездегі құрбандықтардың шалынуы, осылардың барлығы дерлік осы сол індет уақытына сай шариғат негіздеріне сүйене отырып іске асырылды. Аллаға шүкір, көптеген жұмыстар жасалды, және сондай-ақ кейде рухани уағыздар. Келушілердің саны азайып кетпеді ма? Жоқ, қайта біз айтар едік, көбейген сияқты. Енді пандемия кезінде әрине мешітке келе алмағанменен сұрақ қоюшылар бізде 24 сағат. Пандемиядан кейін көбейді ме әлде азайып кетті? Көбейді деп айтуға болады. Өйткені бізде ол уақыттарда колл-центрлеріміз жұмыс істеп тұрды, 24 сағат қазірде істейді. Колл-центрлер ол 24 сағат екі тілде сұраққа жауап береді халықтың. Ол өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінде және орыс тілінде. Біздің солтүстік өңірдегі жаңағы азаматтарымыздың орысша сұраққа, олардың да сұрағына жауап беру үшін біз екі тілде бұл колл-центрді ұстап келе жатырмыз. Оған арнайы мамандар 24 сағат ол жерде қызмет атқарады. Сол кездерде әрине көп үрей болды ғой енді елде. Қандай? Сол мысалы енді адамдар қайтыс болып жатты. Біздің шариғатымызда індеттен қайтыс болған адам ол шахидтік сауапқа еленеді деген
ұстанымдары бар. Сондықтан оның өзі егер ешқандай бұған қорқудың қажеті жоқ. Аллаға тәуекел ету керек. Бізге ескертпелердің бәрін ескеруіміз керек. Ал жағдай андай болып жатса, ағайынның арасында болып жатты ғой енді. Оған енді Алла жаңағы үлкен дәрежені нәсіп етсін деп дұға етейік деген сондай сөздерменен халқымызды барынша сабырға шақырып отырдық. Енді сол кезде бізде енді мысалға онлайн мектеп, онлайн сабақ, тіпті телеарналардан сол кезде қателеспесем мынау тикток имам деп жатады ғой, Нұрлан имам сол кезде пайда болды. Бірақ тек бір Нұрлан имаммен ғана шектелген сияқты көрінді да. Ол кісінің өзі ол кезде қателеспесем жұмыссыз жүрді ғой деймін. Имам болмады, қателеспесем менің білуімше. Кейін келіп осы Астанада имам болды бір мешітте. Бірақ мен басқа имамдарды біз мынау Инстаграм немесе имамдарды, мешіттегі имамдарды, енді ол кісілер үйде отырса да, сол кезде жұма уақытында мысалға, тіпті мен қарап шықтым, мұсылмандар діни басқармасының тиктокта ресми аккаунты да жоқ қой деймін әлі, қателеспесем. Жоқ. Мысалға енді қазір жастардың көбісі сол жерде да. Яғни неге пандемияны солай пайдалануға болмады? Неге ондай мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланылмады? Ерболат мырза, сіз сол сұрағыңызды толық қойып болғанша мен жауап бермей отырдым. Жоқ дегенде жоқ бар демекшісің ғой енді. Бізде аккаунттардың барлығы Аллаға шүкір бар. Әлеуметтік желідегі бізде барлығы деп айтуға болады. Арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аккаунттары бар, жұмыс жасап жатыр. Ал енді Нұрлан имам келесек, Нұрлан имам мысал деп отырмын да. Сол сияқты имамдар неге аз? Соған жауап бергім келіп тұр. Нұрлан имам ол кезде Талғар ауданына қарасты бір мешітте имам болып отырды. Сол жерден өзі жаңағыдай тікелей эфирлерге шығып сұхбаттарын беріп отырды. Бірақ одан да бөлек көптеген имамдар, соның үшін менің өзімде талай рет осы індет уақытында үндеулерменен, уағыздарменен шықты. Және арнайы бізде пул деп айтамыз ғой, арнайы дәріс беретін және уағыз айтатын топтар муфтияттан құрастырған бірнеше адамдарменен жүйелі түрде өзінің белгіленген уақытында уағыз насихатын жүргізіп отырды. Енді Аллаға шүкір, қазіргі таңда біз енді байқап тұрсаңыз, мынау жамағат, мешітте мыңдаған жамағат келеді, жұмада оның барлығы індет уақытында да уағыз тоқтатып қойған жоқ. Олардың өздерінің тыңдап жүрген ұстаздары бар. Сондықтан бізде қазіргі таңда Аллаға шүкір танымалы ұстаздарымыз көп елде, жақсы білімді азаматтар бар, жақсы имамдар бар. Олардың барлығы сол уақытта да қазіргі күнге дейін арнайы өздерінің әлеуметтік желідегі парақшаларын жүргізіп келе жатыр. Және олардың оқырмандары да өте көп, тыңдармандары да көп, сұрақ жауаптары өте көп. Қазіргі таңда Аллаға шүкір муфтият жалпы бұл бағытта белсенді жұмысын атқарып келеді. Әлеуметтік желімен жұмыс деген сіздерде бағыт бар ма? Мысалға имамдармен, себебі мен көп имамдардың, көп мешіттердің имамдарының жалпы әлеуметтік желідегі парақшаларын қарап шықтым, ашығын айтайын. Тіпті ірі деген мешіттердің өздерінің бас имамдарын, тіпті наиб имамдарының барлығын. Бірақ парақшалары өте әлсіз, ашығын айтайын. Мысалға Индонезияда, енді мұсылман мемлекеті ғой, имамдар тиктокта болсын қысқа ролик шығарып, миллиондаған оқырман жинайды және сондай қаралым жинайды, халыққа таратады. Бұны айтып отырған неге сондай бағыттарды қолданбасқа имамдарға мысалға? Яғни жаңа заманның технологиясын қолдану бойынша. Аллаға шүкір, қазіргі таңда Ерболат мырза, біздің арнайы муфтиятта ақпарат бөлімі бар. Бұл бөлімде өзіңіз сияқты кәсіби журналистер жұмыс жасайды. Олардың бізге енді әр 90 сайын есебін тыңдаймыз ғой. Сол кездегі есептерге қарайтын болсақ, миллиондаған, бірнеше миллиондаған біздің тыңдармандарымыздың барлығы және әртүрлі енді жаңалықтар шығады, уағыздар, сұхбаттар болады. Олардың бірнеше миллиондаған қаралымдарының есебі бізде нақты бар. Енді мүмкін сіз қараған имамдарда аз болған шығар бар, дегенменен мысалы бізде мысалы Арман сияқты ұстаздар, бізде Батыржан деген ұстазымыз бар. Ол кісілер имам емес қой мешітте?
имамдар, мысалы, имамдардан келетін болсақ, Қызылорда облысының бас имамы қазір Дастанның да көп дәрістері әлеуметтік желіде тарайды. Одан кейін Алматы қаласындағы Төле би имамдардың, басқа да көптеген имамдар бар. Енді қазір бұл жерде тізбектеп бәрін айтып, бірнеше имамдар бар. Олардың оқырмандары да және олардың контент дейміз ғой, жаңағы уағыз, сабақ контенттері өте жақсы. Күн сайын, апта сайын, ай сайын, Аллаға шүкір, көптеген дәрістермен, көптеген уағыздармен халыққа ақпарат жеткізіп отырады. Әлеуметтік желіде жұмыс істеу бойынша ол кісілермен жұмыс жүреді ма негізі? Міндетті түрде. Жаңа мен жоғарыда айтқан ақпарат бөлімі бізде жоспарлы түрде дәрістер, мысалы бізде бірнеше бағыт бар. Уағыз, насихат бөлімі бар. Ол уағыздардың тақырыптарын бекітіп имамдарға бөледі. Соның ішінде тыңдармандары көп, мынау әлеуметтік желіде белсенді имамдарға арнайы бағыттар беріледі. Мысалы, қазіргі таңда біздің қоғамға қандай бағытта ақпарат қажет? Қоғам бізден нені сұрап жатыр? Осыған сай, мысалы, әртүрлі жаңағыда тақырыптар белгіленіп, бекітіп, оларға беріліп, тіптен бізде мәтіндердің өзін уағыз бөлімдерде уағыздарға дайындап береміз. Өйткені қиналмау үшін ауылдық имамдар бар, мынау жырақтағы имамдарымызға қиын болмау үшін біз арнайы муфтияттан дайындап оларға жеткізіп отырамыз. Сондай-ақ жаңағы тікелей эфирлерге шығып тұрамыз, муфтияттан арнайы ұйымдастыру арқылы. Уағыз насихат бөлімі бар, ақпарат бөлімдері, тікелей эфирлер, подкасттар әртүрлі. Бірнеше біздердің подкасттарымыз бар жүріп жатқан. Оларды да Аллаға шүкір тыңдармандар өте көп. Сондай-ақ біз Мұнара ТВ деген біздің муфтияттың өзінің арнасы бар. Мен өткенде осының алдыңғы жылы Моңғолия еліне барған кезімізде біздің қандастарымыз ол жақтағы Мұнараны көреміз дегенде өзім қуанып қалдым. Сол жақтың өзі біздің халқымыз соны көріп, өздерінің пікірлерін Мұнараға қатысты айтып жатты. Мынандай дүниелерді айтсаңыздар, мынаны көрсетсеңіздер деген сияқты. Сондай-ақ мынау Ресей Федерациясы дейміз, Алтай өңіріндегі Қосағаш ауылды мекеніне барғанда, ол жердегі де біздің қазақ бауырларымыз Мұнараны көретін естігенімізде қуандық. Біздің елімізде және сырт елдегі қазақтардың Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Мұнара телеарнасын көргені бізді қуантты. Қазіргі таңда Болат Көкенай мырза, білесіз, танымалы біздің елдегі журналист бауырымыз, сол Мұнараға директор болып қызметке келіп, көптеген мамандарды алып, қазір жаңа маусымға олар дайындалып жатыр. Яғни Мұнара арнасының өзі де үлкен жұмыстар жасап жатыр. Бұл жерде Ерболат мырза біздің айтып кететін дүниеміз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл еш жерден бір бюджет бөлінбейді оған. Әуелі Алла, екінші халқымыздың берген көмегімен жұмысын жасайды. Осы істің барлығымыз барынша осы еліміздің қолдауыменен, демеушілердің қолдауыменен іске асырып жатырмыз. Қазіргі таңда одан кейін мынау ақпараттарға келетін болсақ, жалпы уағыз насихаттарға келетін болсақ, кеше ғана біз оқу жылының қарсаңында білімге қатысты, білімді болу қандай сауапқа адамды кенелтеді, осыған қатысты бүкіл республика мешіттерінде уағыз насихат. Мен тыңдадым сіздің уағызыңызды, қазіргі сұлтанда. Сол сияқты осындай әрбір біздің мемлекеттік мерекелеріміз бар. Мысалы, бірлік күніне қатысты, мысалы 1 мамыр біз ел бірлігіне қатысты айтамыз. Отан қорғаушылар күні отанды қорғаудың қасиетін, оның сауабын айтамыз. Сол сияқты әр мемлекеттік мейрамдардың қарсаңында айтылатын жұма уағыздары мемлекеттік мерекелерге бағытталған шариғи негізде жалпы халқымызға жеткізіп отырамыз. Тікелей эфирге шыға ма уағыздар? Тікелей эфирге шығатыны болады, немесе таспаға түсірілгендері кейіннен кеңінен таратылады. Түсінікті. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, енді мен имамдармен жалпы мынау жаңа сіз айтып отырсыз ғой, кейбір тұлғалар деп, яғни уағыз насихатты жүргізетін. Олар енді имам болмаса да уағызшылар деп айтылады ғой қазір. Уағызшылар, ұстаздар, имамдар деп айтылады, оларға бағыт бар емес деп айтып қалдыңыз. Мен енді қазір сұрақтың моменті келіп тұрғанын қойып қалу керек болып тұр. Мысалы, кей уағызшылар тарихқа, дәстүрге қарсы бір сөздерді айтып қалатын моменттерді байқаймыз. Бұл енді қоғамдық резонанс тудырып жатады. КМДБ ресми жауап беріп жатады оған қатысты, қателеспесем. Жалпы оған қатысты өздеріңіз қандай шара қолданыстар? Мысалы, жырауларды енді жынды деген уағызшылар да болды, қателеспесем. Қоғамда шу шықты мысалға. Біз өзіміз енді жырауларды тыңдап өскеннен кейін ол сәл қоғамда неге бұлай болды екен деген сияқты сұрақтар болды. Осындай бір жұлдыз уағызшыларға бір сіздерде ресми түрде оларға іріктеу немесе тиым салу процесі болады ма? Мысалы, енді бұл кейбір кезде
дінді танытудың орнына популизмді тарату бұл халықты адастыратын сияқты болып көрінеді өзіме. Дұрыс. Әрине бір адамның қатесі сөзі талай адамды адасуға себепші болуы мүмкін. Сондықтан әрине өкінішке орай ол муфтиятқа қарасты кісілер болып жатады кейде, немесе муфтиятқа қарасты емес әртүрлі жаңағыдай діни уағыз айтып қалатын адамдар болады. Дегенмен біз енді олардан басымызды алып қашпаймыз. Кім дінді айтқан болса да соларға шығып, егер біздіге қатысты азаматтар болса, оларға түсіндіріп, және оның айтқан қатесінің дұрыс еместігін ұғындыру арқылы оған қайтадан тағы да осы бағытта сіз бір елге уағызыңызды, сұхбатыңызды айтып қойсаңыз деп өтініп жатамыз. Немесе Кісілер арнайы іріктеле ме? Тест бір нәрсе бола ма? Қалай таңдалып алынады жалпы? Жалпы уағызшылар қалай уағыз айтады дейтін болсақ, негізі біздің елде қалай, мысалы, діни оқуды бітіреді, одан кейін діни салаға жұмысқа келеді. Әртүрлі салалар. Діни салада жұмыс істеп жүріп, қате жіберіп қоятындар болады. Арасында енді көп қой, мыңдаған имам бар. Кейбірі бір жерде қателесіп қалуы мүмкін. Біз енді әрине өз тарапымыздан оларға әрқашан айтамыз. Білмеген тақырыпқа кірмеңдер. Және діни мәселенің өзі оның аудиториясына қарап айтылу керек. Мысалы, діни мәселе ол дін ережесі барлық адамзаттың өмірін қамтиды. Оны ашып айтатын жерлері болады, жабық айтатын жерлері болады. Қандай жабық дейтін болсақ, енді мысалы анайы сөздер болуы мүмкін. Сұрақтар болады, соған жауап беру керек. Оны бүкіл ақпарат құралдарында айту, ол көпшілікке түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан оны жекелеген жерлерде айту керек деген сынды. Сондықтан шариғаттың өзінің керемет тұстары бар. Мысалы, Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, Алланың дініне көркем, дана сөздермен шақырыңдар дейді. Яғни көркемдікпен Алланың дініне адам баласын шақыру. Менің өзімнің де осы докторлық диссертациямда дінге шақыру әдіс тәсілдер деген тақырыпты қорғадым. Осының ішінде ғалымдарымыз көптеген дүниені айтады. Мысалы, мектеп оқушыларына сіз дінді түсіндірсеңіз, сол деңгейде оларға қажетті дүниелерді айту керек. Ал енді ғалымдарға айтсаңыз дінді, ғалымдардың деңгейінде оны түсіндіруіңіз керек. Сол сияқты, мысалы, енді ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желі айтылатын уағызды әртүрлі санаттағы, әртүрлі категориядағы адамдар тыңдағаннан кейін көпшілікті ойлап айтылу керек. Сондықтан өкінішке орай кейбір уағызшының немесе имамның, немесе ұстаздың тәжірибесі болмаған кезде жетік байқамай бір сөздерді айтып қойып, кейде үлкен сынға қалып жататын уақыттар болады. Кеше келген уағыз айтып жатқан имамға әрине ол кешіріммен қарауға болады, ол мысалы. Бірақ енді бұрыннан бері жұлдыз болып жүрген, жаңа халық арасында танымал болып жүрген азаматтарға меніңше сұрақ туындау керек сияқты. Бұл қалай дегенде. Соны сұрап отырмын ғой, ол кісілер қалай іріктелініп алынады дегенде. Оларды қалай іріктеп аласыздар сіздер мысалы? Енді жаңағыдай кейде жаңағыдай танымалдықтың өзі бір дертке шалдықтырады ғой адам, білесіз. Ол кейде мен танымал болдым, мен жаңа аттарын айтпай ақ қояйын, бірнеше ұстаздарға айтқан кезім болды. Сіздер жаңағыдай қазір подписчик деп айтады ғой, оқырмандарға қарап, мен пәленбай оқырманым бар деп өздеріңізді дәріптемеңдер. Сондықтан сіздер кішкене халық бізден жоғары. Біз оның қызметшісіміз. Мен осы сөзді оларға айттым. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтады, хаққа қызмет халыққа қызмет етуден басталады дейді. Ал халыққа қызмет ету үшін адам топырақ тәрізді қарапайым болу керек дейді. Сондықтан кез келген уағызшы, кез келген имам ұстаз уағызда, дәрісте қарапайымдықты көрсету керек. Негізге сүйеніп айту керек. Біз жаңа сізді мен шыраматып отырмын, кімдерді айтып отқаныңызды, біздің қазақтың құндылықтарына тіл тигізгендер болды, өкінішке орай. Біз оларды шақырып алып қатты айттық, мен өзім айттым, оқымаған тұсқа барма. Қазақ, Аллаға шүкір, адаспаған. Қазақтың жырауы елдің жағдайын жырлаған, дінді жырлаған, еш уақытта бізде ондай бір жаңағыдай жыраулардың барлығы жаңа қателесті деген дүние жоқ. Әрине жыраудың арқасында әртүрлі болатын шығар. Жалпы біздің домбырамыз, біздің ақындарымыз ел жағдайын, дінді, имандылықты жырлағаны сөзсіз. Сондай-ақ қазақтың тіліне қатысты айтқан кісілер болды. Мына анаға, шешеге қатысты айтқан азаматтар болды. Біз олардың барлығын түсіндіріп айттық. Олар кейін оны түсінді, кейін ары қарай оны дұрыстап айтқан кездерін өздеріңіз көрдіңіздер. Яғни біз қолымыздан келгенше қателескендерді шақырып, түсіндіріп, ағалық жасап, түзетіп жатырмыз. Қазір енді сіздің де ереке мынау сұхбат пайдаланып тағы да айтқым келеді. Біздің бүкіл имам ұстаздарымыз
айтатын сөзіне жалпы шариғатта өзі айтылатын сөздің негізі болу керек. Шариғатты айтсаңыз, Құран хадисте негіз болу керек. Қазақшылықты айтатын болсақ, қазақшылықтағы біздің білім жаңағы қайнар көздеріне, сенімді қайнар көздер арқылы біз сөйлеуіміз керек. Біз енді қазақ хандығына келетін болсақ, біз мынау дін мен дәстүр бөлімін аштық муфтиятта. Сол бөлім негізінде көптеген жұмыстар жасалады. Соның бірі бабалар ізімен қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп деген кітапты жазып шығардық. Бұл 3 бөлімнен тұратын кітап. Соның бірі 3 том ба? Жоқ, бір том, бірақ 3 бөлімнен тұрады. Оның бір бөлімі осы біздің дәстүрлі дініміздің тарихы. Бізге қашан дін келді, қалай ол тарады, қандай кітаптар оқытылды, қандай кітаптар біздің бабаларымыз оқыды дін саласындағы, қандай ғалымдарымыз болды. Осының барлығы осы кітаптар жазылды. Мысалы, соның бірі біз енді 751 жылы мынау Атлақ шайқасын алатын болсақ, сол кезден бастап дін біздің елімізде тарай бастады. Және мынау Сатуқ Боғра ханның заманы 10-шы ғасыр ислам дінін қабылдап, оның баласы Мұса ханның Қарахан мемлекетінде ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялауы, одан берідегі біздің Алтын Орда хандарының ислам дініне берік болуы, Қазақ хандығы Жәнібек пен Керей хандардың Аллаға сыйын бес мезгіл намаз оқуы, Кенесары ханның кеше ғана біздің мемлекет басшысы қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлының тікелей атсалысуменен сол хандарымыздың, біздің құрандарымыздың елге оралуы, бұның бары біздің бабаларымыздың мықты және хақ жолда болғандығының айғағы. Сондықтан біздің, мен көбіне уағыздарымда, дәрістерімде айтам, біз кейде ата-бабаларымыздың жолы десек, кейбір жаңа теріс ағымдар кезінде пайғамбар заманында мүшриктер ата-баба жолы деп айтатын еді, бұлар соларға ұқсайды деп айтып жатады да. Мен айтам, бізді олармен тең емеңіз. Біздің ата-бабалар тура жолда болғандар. Аллаға сеніп, 5 мезгіл намазын оққан, дін мен дәстүрін сабақтастырып, сол жолға берік болған адамдар біздің бабаларымыз. Сондықтан біз осы ата-бабаларымызды айтамыз. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, Мәшһүр Жүсіп бабамыз, Бекет ата сынды осындай ұлы тұлғалар әлем мойындаған, сол тұлғалар біздің бабаларымыз. Біз осы кісілердің жолын ұстанушы ұрпақтарымыз деп айтып отырамыз. Сондықтан Аллаға шүкір, біз қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жарғымыздың өзінде Матуриди ақидасы, Матуриди деген бабалардың жолы, яғни иман сенімдегі Ханафи мазхабы. Сондай қазақ халқының құндылықтарын насихаттайтын біз орталықпыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Керемет. 2025 жылы Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 8-ші қателеспесем съезі өтеді. Бұл съез діндер диалогы болашақ жолындағы синергия тақырыбына арналады. Неге бұндай тақырыпты таңдап алдыңыздар? Жалпы біздің елде баршамызға белгілі әлемдік дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі 2003 жылы бірінші өткен болатын. Содан мінекей әр 3 жыл сайын съез өтіп келе жатыр. Әр өткен осы съезде осы маңызды деген әлемге құжаттар, декларациялар қабылданып келе жатыр. Ол және қабылданған құжаттарына біріккен ұлттар ұйымында, Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында, ЮНЕСКО ұйымында осылар арқылы дін бойынша конференциялардың арасындағы абыройлы съез болды ғой қателеспесем қазір. Айтқым келеді, осы әлемдік ұйымдарда осы съезде қабылданған құжаттар ескеріліп, ары қарай әлемдік деңгейде талқыланып, насихатталып келе жатыр. Бұл бір сөзбен айтқан кезде қазақ елінің әлем халқына жасап жатқан жақсылығын бірі деп айтуға болады. Яғни әлемнің тыныштығы, әлемдегі адам баласының бейбітшілігі, соның ішінде енді адам атадан бастап күні бүгінге дейін қоғам дінсіз болмаған. Ол бәрімізге белгілі. Жекелеген адамдар мүмкін әртүрлі сенімде болатын шығар, бірақ жалпы қоғам әрқашан бір Құдайға сенгені баршамызға белгілі. Сондықтан күні бүгінге дейінгі қоғам бір Құдайға сеніп келе жатса, демек қазіргі таңда адам баласының әлемдегі ауызбіршілігіне діннің атқарар рөлі орасан зор деп айтуға болады. Соның бірі қазіргі біздегі осы әлемдік дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі, Аллаға шүкір, біздің ел ішіміздегі тұрақтылыққа, сондай-ақ әлемдік
тұрақтылыққа өзіндік үлкен үлесін қосып келе жатқан үлкен жиын деп айтуға болады. Бұл жерде бір мысалы ислам дініне қатысты әлемге танымал үлкен ғалымдардың келуі, қазақ жеріне келуі, олардың мұсылманның үнін осы алаң арқылы әлемге жеткізуі, әртүрлі мәселелерді талқылауы, әртүрлі мәселелердің осы жерде шешім табуы, бұл үлкен сауапты істің бірі деп айтуға болады. Сондай-ақ басқа дін өкілдері де келіп жатыр. Енді былтыр мінекей былтыр дегенде осыдан 2 жыл бұрын дейміз ғой, енді 3 жыл бұрын өткен съездегі мынау Францисктің келуі біздің елге, сондай-ақ мынау Әл-Асқардың шейхі Ахмад Тайыптың имамының келуі, бұның барлығы үлкен абыройлы дін ғалымдарының келіп, Астанаға келіп, ел бірлігін айтуы, бұл үлкен сауапты істің бірі. Әрине, қазіргі таңдап отырған тақырыптарда, бұл қазіргі таңдағы осы уақыттағы әлемдегі әртүрлі қиындықтар болып жатыр, әртүрлі қақтығыстар бар, әртүрлі көзқарастар бар. Соны бір жақындатып, соғыстар, Алла сақтан, соны бір халықтың бір-біріне деген көзқарасының мейірімді болып, бір-біріне деген сүйіспеншілігінің артуына үлкен үлесін қосады деп біз сенеміз. Алла соны нәсіп етсін. Өйткені біз кейде сапарлатып әр жерге барған кезде мұсылман елдегі ғалымдардың өзі бізге айтып жатады, бізді де съезге шақырсаңыздар, біз де барсақ деп өздерінің осы съезге қызығушылығын танытып жататынына біз куәміз. Енді біздің бағдарламамыздың аты уәде. Енді Хазірет Наурызбай қажы, қандай уәде бересіз? Алла қаласа, біз енді әуелі Алла елімізге, ата-бабаның дініне адал қызмет атқаруға ғой, Алла қаласа, негізгі біздің уәдеміз. Алла осы уәдемізден шығуды бізге нәсіп етсін. Әрине бұл оңай емес, дегенмен біз жоғарыда айтып кеттім, муфтият деген жалғыз адам емес, муфтият үлкен ұжым, сол барлығымыз бірге, Алла қаласа, осы ата-бабамыздың ұстанған дінін, қазіргі кезде енді дінге тиісушілерді көбейіп кетті ғой, әртүрлі дінімізді қорғап, соны кеңінен елге насихаттап, және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізгі мақсаты, жоғарыда айтқанды қайталайын, біздің қазақ елінің егемендігінің өркендеуіне үлес қосу. Алла қаласа, осы ісімізді біз орындай алсақ, біз бақытты жанбыз. Көп рахмет сізге. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, бүгін біз сұхбатта діни тұрақтылықты сақтау, радикалды ағымдардың алдын алу, жастарды дәстүрлі құндылықтарға баулу, исламды қазақы салт дәстүрмен сабақтастыру сияқты, сонымен қатар исламды пайдаланып алаяқтық жасап жатқандар туралы да кеңінен талқыладық, өзекті тақырыптар талқыладық. Хазірет Наурызбай қажы Тағанұлы айтқан ойлардан байқағанымыз, мұсылмандар діни басқармасы тек мешіт ішінде ғана емес, қоғам өмірінің барлық саласында, онлайн болсын, эфир болсын, халыққа қызмет етіп келеді екен. Алдағы уақытта діни ағарту ісі, отбасылық құндылықтарды нығайту, жастарға сапалы діни білім беру, және әлемдік деңгейдегі рухани диалогқа үлес қосу жұмыстары жалғаса беретінін түсіндік. Бүгін біз Наурызбай мырзадан уәде алдық. Ал ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Келесі эфирге дейін сәттілік.